Сәлем достар, мен нөмір 66 Қазақ жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Тұрсынба Бағжамал. Бәрі білетін, бәріне белгілі Дендра саябағына экскурсия жасаймыз. Кеттік! Ең алдымен мен сіздерге Дендра саябақтың картасын көрсеткім келіп тұр. Бұл картада көріп тұрғанымыздай Дендра парктың қандай үлкен екенін көре аламыз. Және де Дендра саябақтың жалпы аумағы 120 гектарды құрайды. Және де көріп тұрғанымыздай бұл жерде шахмат алаңы, неше түрлі аллеялар, сарқырамалар және жүгіру жолдары және түрлі одан да көп жерлер өте көп. О баста Дендра саябақ енді ашылған кезінде мұнда 1360-тан астам ағаштардың түрлері отырғызылса, қазір олардың 200-ден астамы ғана қалған. Және де Дендра саябақтан есімі елге белгілі Дінмұхамед Қонаев, Назарбаев және де Шерхан Мұртаза сынды бір туар азаматтардың өз қолдарымен отырғызған ағаштарын көре аламыз. Бұл жерде ғашықтар өздерінің махаббаттары мәңгі болсын деген ниетпен құлпытастарын бекітіп кетеді, және біз оларға махаббат тілейміз. Дендра саябақ әлемнің түкпір-түкпірінен әкелінген ағаштарға өте бай, және де мұнда көктерек, балқарағай және самырсын ағаштарының көшеттері отырғызылып, өсімдіктен 584 түрі өседі. Және де мұнда сонау Солтүстік Американың Мексика штатынан әкелінген қасқыр жидегі ағашы өсуде. Бүгінгі экскурсияны қорытындылай келе, біз Дендра парк туралы неше түрлі мәліметтер білдік, және де қала тұрғындарын Дендра паркқа шақырамыз.